Сәлеметсіздер ме, тағдыр жол атты каналдың құрметті тыңдармандары. Арнаға жазылып мені қолдай отырыңыздар. Мен Тараз қаласының маңындағы шағын ауылда көп балалы отбасында дүниеге келдім. Әке-шешем адал еңбек етіп, бізді бағып, қазақы дұрыс тәрбие беріп өсірді. Екі ағам, екі әпкем және сіңлім, інім барлығымыз бала күнімізден бауырмал, бір-бірімізге жанашыр, қамқор болып өстік. Ата-анам қолдарынан келгенше барлығымызды оқытып, қолыңда дипломың, мамандығың болса, бір наныңды тауып жейсің, деп барлығымызды оқуға түсірді. Мен үлкен қалаға барамын деп, Астанаға экономист мамандығына жоғары оқу орнына түстім. Өзім бала күнімнен өте зерек болатынмын. Мектепте де жақсы оқыдым. Әкем бастапқыда мені алысқа жібергісі келмеді. Кейін ойлана келе, қызым, үлкен қала дұрыс шығар, онда білім бар, өзіңде етің тіріп пысықсың ғой, оқимын десең, бетіңнен қақпайын. Бірақ бостандыққа шықтым деп, бет алды кетпе. Үлкен қала, бөтен жер, өз-өзіңе сақ бол. Ақылың бар ғой, сабағыңды оқы, деп батасын беріп шығарып салды. Сөйтіп, анаммен бірге Астанаға келіп, оқуға түсіп, нағашымның үйіне жайғастым. Анам біраз күн болып, маған сабаққа қажетті оқу құралдары мен ұсақ түйегімді алып беріп, ауылға қайтып кетті. Астанаға қыс ерте түседі екен. Күз бастала сала қатқыл да қара суық басталды. Жылы жақтан келген құс секілді, мен бастапқыда бұл жақтың ауасына үйрене алмай, суықтап, тоңып, ауырып қалдым. Сонда да өзім қалап, таңдап келген жерім еді деп, оқуымды әрі қарай жалғастырдым. Анамның інісі келімбет, нағашым, мінезі ауыр, сырт көзге түсі суық көрінгенімен, іште жүрегі жұмсақ, жанашыр мейірімді жан болатын. Әйелі Айнаш өте сабырлы, мінезі ашық жақсы кісі еді. Менен 2 жас кіші қызы мен бастауыш сыныпта оқитын ұлы бар еді. Қызы Айнұр мен екеуміз сырлас, құрбылар да едік. Менің Астанаға оқуға түсуіме себепкер болған адамның бірі осы Айнұр еді. Жазғы демалыстарда ауылға келген сайын, Гүлнұр, оқуға түсетін болсаң, Астанаға келсеңші, деп қайта-қайта айта беретін. Содан студент атанып, нағашымның үйінде, өз үйімде жүргенде емін-еркін, университетке барып келіп, қалаға да үйреніп, оқуымды оқып жүріп жаттым. Мен оқуға түскенде 2-ші ағам үйленіп, 2 әпкем де тұрмысқа шыққан болатын. Әке-шешеміз құда жекжатты, келінді, күйеу балалы болып, ортамызға өзге жұрттардың адамдары енген еді. Осы кезде бір тумақ бар да, бірге жүрмек жоқ деген сөздің мәнін ұға бастадым. Ер адамның әйелге қол көтергенінде алғаш үлкен жездемнен көрдім. Әпкемнің күйеуін көргенде ең алғаш ер адамға деген жек көрушілік сезім осы жерде оянған еді. Ағаларым өзіміз жақтың қыздарына үйленіп, әпкелерім де көрші ауылдарға тұрмысқа шықты. Бастапқыда жеңгелі болдық, жезделі болдық деп сіңлім, інім үшеуміз қатты қуанып жүрдік. Мектепте оқып жүргенімізде, жазғы демалыстарда әпкелерімізге қонаққа барып, бірнеше күн жүріп, жиендерімізге қарап, аунап-қуынап сағынышымызды басып қайтатынбыз. Үлкен әпкем Таразда оқып жүріп, жездемен танысып, екеуі бірін-бірін ұнатып, тұрмыс құрған болатын. Үйленгеннен кейін екеуі оқуларын жалғастырып, қалада тұрып, дипломдарын алып, сонда жұмысқа орналасып, тұрақтап қалды. Жездем екеуі бір оқу орнында, бір факультетте оқыған болатын. Кейін мен мектепті аяқтап, Астанаға кеттім. Ауылға үйге тек жазғы демалыстарда ғана баратынмын. Ата-анамның жанында болып, сосын Тараздағы әпкеме барып, біраз қонақ болып, әңгімелесіп қайтатынмын. Бастапқыда жездем сондай жақсы адам секілді еді. Мектепте жүрген кезімізден үйіне барғанымызда, менің балдыздарым келіп қалыпты ғой, деп қуана қарсы алып, күнде жұмыстан соң тәттілерін әкеліп беріп, қыдыртып, көйлек әперіп, қонақ етіп шығарып салатын. Кейін
Мен 3-ші курсқа өткенімде жұмыстан мансабы көтеріліп, жаңа үй алып, жақсы болып жатырмыз деп әпкем хабарласқанда жақсы жаңалықтармен бөлісіп тұратын. Мен де анамдай қамқор болған үлкен әпкем үшін әрқашан қуанып жүретінмін. Бұл кез қыс аяқталып қалған уақыт болатын. Астанаға көктем кеш келеді дегендей, көктем шықса да ауа қатқыл қара суық қалыпта тұрып алды. Кейде аяқ астынан құтырынып, борандатып, қар да жауып кететін. Астанада тұрып жатқаныма 3 жыл болса да, көктем келе ауылды сағынып, жазғы демалыстың келуін асыға күтетін едім. Жазғы сессияны тапсыра салып, пойызға билет алып, ауылға жолға шықтым. Жеткен соң кіші ағам вокзалдан күтіп алып, үйге апарды. Мен ұзақта болғандықтан ба, үйдегілер мені сағына күтіп алатын. Мен дарбазадан кіре бере, далада жүрген әкем құшағын айқар ашып, «Сары қызым келіп қалыпты ғой, дәрі қызым менің» деп, маңдайымнан сүйіп қарсы алды. Сөйтіп, бастан аяқ бір қарап, «Өзің азып жүдеп қалғансың ба? Нағашың дұрыс тамақтандырмай жүрме?» деп, әзіл қалжыңы аралас үйге алып кірді. Анам мен кіші жеңгем Мираш ас үйде екен. Анам да мені көре сала, бетінен сүйіп, бауырына басты. Жеңгем жымия, «Сары қыз, жақсы жеттің бе?» деп бетінен сүйіп, таңғы ас дайындап қойған үстелге шақырды. Үлкен ағам мен жеңгем жұмысқа кетіп қалған екен. Олар анамдармен бір ауылда, бөлек үйде тұратын. Сіңлім колледжге, ал інім ағамның балаларымен мектепке кетіпті. Үйдегілермен көрісіп, сағынған мауқымызды басқан соң, кіші ағам да жұмысына кетті. Ол мектепке дене шынықтыру пәнінен мұғалімі еді. Біз әкем мен анам, жеңгем және кіші ағамның кішкентайларымен таңғы асқа отырдық. Әкем нағашыларымның жағдайын сұрап, шүйіркелесе отырып, самауырынның сүт қатқан қою шайын ішіп, маңдайым жіпсіп, екі бетім қызарып шыға келді. Әкем маған қарап, және қалжыңдай, сары қыз, жеңгеңнің шайын ішіп, екі бетіңе қан жүгіре бастады ғой. Қалада оқуда дұрыстап тамақта жемейтін шығарсың. Жаз бойы ауылдың ағарғанын ішіп, ет жеп әлденіп ал. Келер жылы диплом қорғайсың ғой, дейді күліп. Анам да, Алла қаласа, Гүлкөнай мықты маман болады, деп арқамнан қағып, әкемнің сөзіне күліп жатыр. Жалпы, менің ата-анам бала күнінен бірге өсіп, бір мектепте оқып аяқтаған. Өз атам мен нағашы атам екеуі жақсы жолдас, айырылмас дос болған екен. Содан бұрынғының салты мен бесік құда деп, әкем мен анам тула салбақ құдаласып қойған екен. Содан ата-анам бала күндерінен болашақта бірге болатындарын біліп өсіпті. Сөйтіп екеуі үлкендердің қалауы мен отбасын құрыпты. Әкем жоғарғы білім алған, бірнеше жыл қызмет істеген кісі. Ал анамды нағашы әжем тігіс тігуге құрақ құрауға баулап, үйде отырып іс тігетін. Біз ес білгелі ата-анамыздың бір-бірімен қырғи қабақ болып, ұрысып, не ренжісіп келіспей жүргендерін көрген жоқ едік. Екеуі татулықта әзіл қалжыңы аралас, шүйіркелесіп, барлығын ақылдасып, бірге жасап жүретін. Біз осындай отбасында тәлім тәрбие, үлгі өнеге алып өстік. Анамның мінезі ашық жарқын жан болатын. Ауылдағы өзге әйелдер секілді ешкіммен жарысып көйлек кимейтін, өсек аяң айтпайтын. Осы үшін ауылда барлығы сыйлайтын. Мен үйде біраз уақыт болған соң, анама қаладағы әпкемді сағынып жүрмін. Әрі жаңа үйіне құтты болсын айтып барып қайтайыншы, деп едім. Анам, ертең үлкен ағаңа айтайын. Түстен кейін қалаға барамын деп еді. Сол кезде ағаңмен бірге барып, 2-3 күн қонып қайт, деді. Мен қуана-қуана әпкеме анам Астанадан алдыртқан сыйлығымды сөмкеме салып, жиендерімнің де сыйлықтарын сөмкеме салып дайындап қойдым. Үлкен ағам мен жеңгем осы біздің үйдің жанынан үлкен үй тұрғызып, анамдармен бірге бір аулада тұратын еді. Екеуі де жұмыс істейтін. Балаларына анамдар қарайтын. Мектепке жіберіп, сабақтарын оқытып қарап отыратын. Ал кіші ағам ата-анамның қолында қара шаңырақта тұратын.
Сөйтіп, мен ертесінде түстен кейін үлкен ағаммен бірге Таразға жолға шықтық. Қала бізге жақын болатын. 1 сағатта қалаға жетіп, Жолай ағаммен бір жолдасының кеңсесіне соғып, кешкі 7-ге таман әпкемнің үйіне бардық. Әпкемдер алдын көп қабатты үйде тұратын. Енді қаланың жаңа ауданынан жер үй сатып алыпты. Жездем қызметте істейтін. Әпкемде жездеммен бірге бір мекемеде жұмыс істейтін еді. Тұрмыс жағдайлары жақсы. Бір ұл, бір қыздары бар болатын. Барсақ, әпкем жұмысындағы бір мекемелік іс-шарадан келгені осы екен. Біз де келдік. Әпкем есікті ашып, бізді көріп қуанып кетті. Ар жағынан жиендерім де шығып, менің келгеніме қуанып қалды. Әпкем мені құшағына қысып, екі бетімнен сүйіп, ағаммен амандасып, ас бөлмеге шайға шақырып еді. Ағам асығып тұрғанын айтып, нан ауыз тиді де жездемді сұрап еді. Әпкем оның сол мерекелік іс-шарада екенін, кешірек келетінін айтты. Өзі мазасы болмай, ерте қайтып кеткен екен. Содан ағам, жақсы олай болса. Гүлкон, сен қашан қайтасың? Қайтарда әпкең таксиге салып жіберсе, өзің келе бересің ғой, деп еді. Әпкем, әрине, Такош, өзім салып жіберемін. Уайымдамай қайта бер. Кеш болмай үйге жетіп ал, деп шығарып салды. Ағам кеткен соң, Гүлко, екі кештің арасында сендер келеді деп ойламаппын. Кешке енді тамақ жасағалы жатқан едім. Кел, отырсаңшы. Сен шай іше тұр, мен тездетіп бірдеңе қуырып жіберейін, деп кешкі ас жасауға кірісіп кетті. Мен жиендеріме сыйлықтарымды беріп, мәре-сәре қылып қойдым. Әпкем картоп аши отырып, әңгімесін айтып жатыр. Астанадағы нағашыларымды, оқуымды сұрап, өздерінің жағдайларын айтып, осы үйді сатып алғандарын айтып, менің келгеніме қуанып отырды. Әпкемнің үйі кең, жарық 5 бөлмелі екен. Ішінің барлығын жаңа жиһаз, жаңа техникамен толтырып қойыпты. Барлық жағдай жасалған, әдемі үй екен. Содан мен әпкемнің жаңа үйіне деп алған сыйлығымды беріп едім. Әпкем, жаным-ау, өзің студентсің, мұны қалай алып жүрсің, деп сұрайды таңданып. Мен, бұл апамның тапсырмасы еді, сізге алып кел деп ақша салып жіберген болатын. Мен соны Астанадан алып келдім, деп едім. Әпкем, ана деген сол ғой, барлығын ойлап жүреді, деп жүзін лезде мұң шалып, терең бір күрсініп қалды. Әпкемнің мұнысын апамдарды сағынғаны болар деп ұқтым. Сөйтіп, тамақ дайын болған соң, жиендерімен әпкем барлығымыз отырып, кешкі асты ішіп отырғанымызда дарбаза ашылып, көліктен жездем түсті. Жанында 2 жігіт жездемді екі жағынан қолтықтап үйге кіргізді. Қарасам, жездем тойып алған, қызу екен. Мен бұрындары жездемнің мұндай күйін көрмеген екенмін. Жездем есіктен кіре сала, алдынан шыққан әпкеме, сен неге мені күтпей кетіп қалдың, деп әпкемнің бетінен шапалақпен тартып жіберді. Маған қарап жанары жасқа толып, екі беті ду ете қызарып, жуынатын бөлмеге жүгіріп кіріп кетті. Жандағы 2 жігіт, бәке қойыңыз, мұныңыз не? Жүріңіз, жатып демалыңыз, деп 2 аяғын жерге тигізбей, жатын бөлмеге апарып, төсектің үстіне жатқызып шықты. Жандағы 2 жігіттердің жатын бөлменің қай жақта екенін білетініне қарағанда, жездемді осындай күйінде бірінші рет алып келмеген секілдеді. Жездемнің әпкеме қол көтергенін көріп, мен не айтарымды, не ойларымды да білмей тұрған жерінде состиып тұрып қалдым. Жездем қызу болып, әпкемнің соңынан шыққан мені байқамай да қалды. Бір кезде әпкем жуынатын бөлмеден шығып, жаныма келіп, Гүлко, мұндай көріністі көргеніңе қатты қысылып тұрмын, дейді. Мен, әпке таймау, жездемнің мұнысы не? Сізге қол көтеруші ме еді? Мұндайын алғаш рет көріп тұрмын. Жездемді білмеппін ғой, мұндай деп ойламаппын. Не үшін? Деп әпкемді сұрақтың астына алыппын. Әпкеме қатты жаным ашып, жүрегім ауырды. Сөйтіп едім, әпкем жездемнің өте қызғаншақ екенін айтты. Жұмыста да, отырыс кеш тойларда да әпкемді еш себепсіз көргеннен қызғанып, кейде қолда жұмсайды екен. Ал әпкем оның мұнысының барлығын ішке жұтып жүрген жайым бар. Осы себепті де жездеңнің жақсысын асырып, жаманын жасырып тұрып жатқан жайым бар.
Өзімнің таңдауым ғой. Жездең жаман адам емес. Тек анда-санда қызғаншақ ауруы ұстап қалады. Сенен өтініш, бұл жайлы үйдегілерге айтпашы, деп өтінді. Мен не айтарымды білмедім. Бірақ іштей бұрындары қатты сыйлап, жақсы көретін жездемді іштей жек көріп қалдым. Алғаш рет ер адамға деген жек көрінушілік сезімі осылай оянған еді. Әпкемнің мұнандай күйіне іштей қатты күйзелдім. Сол түні ұйқым қашып, дұрыстап ұйықтай алмадым. Жездеме іштей ыза болғаныммен не істерімді білмедім. Таңертең жездемен сөйлессем бе екен? Әпкемнен кешірім сұрасын, болмаса әкемдерге айтамын десем бе екен, деп біраз ойландым. Бірақ әпкем көрмегендей, білмегендей бола салшы, деген соң амал жоқ, әпкем үшін үндемеуге тура келді. Бірақ ендігі жездемді көргім де келмей қалды. Сөйтіп, ертеңгісінде таң ата, ерте жездем оянбай тұрып, кетіп қалайын деп отырғаным. Тұрсам, әпкем де тұрып алған екен. Беті ісіп, түнімен ұйықтамаған секілді. Мені көрді де, Гүлкі, әлі ерте ғой, ұйықтап алмайтын ба? Қайдаға асығасың, деп еді. Мен ауыл жақта көршілес ауылда тұратын екінші әпкем Назираның үйіне барамын, деп едім. Әпкем менің не үшін асығып, кеткім келіп тұрғанымды ұқты. Сөйтті де, таңға ас ішіп алсаңшы, мен балаларды мектепке апарып, сені ауылдың таксиіне салып жіберейін. Жездең де оянып қалар, деп жатыр еді. Мен, жездем қазір ояна қоймас, әпке, оны не үшін күтемін? Кете бергені дұрыс шығар. Болмаса оны көрсем, өз-өзімді ұстай алмай, ұрысып қалармын. Одан да мен де кете берейін, деп едім. Әпкем бәсең дауыспен, жарайды, қалауың білсін. Назираға сәлем айт. Ауылда әлі біраз боласың ғой. Реті келгенде мен де анамдарға барып қайтамын, деп мені дарбазадан шығарып салды. Іштей әпкемді бір түрлі аяп қимай қоштасып, жиендерімнің беттерінен сүйіп жолға шығып кеттім. Автобекеттен ауыл жақтың таксиіне отырып, Назира әпкемнің үйіне 1 сағаттың ішінде жетіп алдым. Дарбазасынан кіре бере, мал қора жақта сиыр сауып отырған әпкемді байқадым. Үй жаққа бұрылмай, тіке қора жаққа қарай ақырын басып бардым. Сиырды үркітіп алмайын деп, әпкемнің арт жағына келіп, ағаштың үстінде отырып, әпкемді үнсіз бақылап отырдым. Кезінде жоғары оқу орнын аяқтап, дүкенде сатушы болып істеген әпкем есепке мықты болатын. Үнемі тап тұйнақтай болып киініп, үстіне әтірін сеуіп, осы маңайдағы талай жігітті өзіне ғашық еткен еді. Алайда жүгіргенге емес бұйырғанға дегендей, алып жездем алып қашып, сүймеген адамына тұрмысқа шықты. Жездеміздің анасы әкеме алыс туыс болып келеді екен. Осы әпкеме қаншама рет құда түскісі келгенде, әкем қарсы болған екен. Содан кейін әпкемді алып қашып кеткенде де, әкем ашуланып анама, барып Назиконы алып кел, ол ауылда ана тракторист жігітке қор болады, дегені екен. Содан анам барып әпкемді алып кетпек болғанда, сол әулеттің үлкен әжесі анамның алдына тізе бүгіп, әпкемді алып кетпеуін өтініп сұрапты. Мұны көрген әпкем анама, мама, мен қаламын, тағдырдың маңдайыма жазғаны осы шығар. Жасымда 25-ке келіп қалды. Ауылдағылар отырған қыз деп айтушы еді, енді мүлде қайтып келген қыз деп айтатын шығар, деп осылай жездеммен отбасын құрған болатын. Әкем осы Назира әпкемді ерекше жақсы көретін. Назира ептілігі, есепке мықтылығы, іскерлігі әкеме қатты ұқсайтын. Кез келген адаммен тез тіл табысып, дүкеннің саудасын жақсы жүргізетін. Әкемнің қарамағында өзімен бірге біраз уақыт жұмыс істеген еді. Ал жездем қарапайым отбасынан шыққан, егістікке трактор жүргізіп, үсті басы май-май болып, үстінен солярка мен шылымның иісі аралас иіс шығып жүретін. Мал ұстап, егістік егетін. Бір жақсы қасиеті ішімдік ішпейтін, көп сөйлей бермейтін, мінезі ауыр адам болатын. Дегенмен әкем айтқандай мына ауылда қор болған секілді көрінетін. Осылай қалың ойға шомып, әпкемді бақылап отыра бердім. Қыз кезінде малға жоламайтын әпкем
Қолына жұқпай, салалы саусақтармен сиырдың желінін босатып, шелегін толтырып, орнынан тұрып, мені көріп шошып кетті. «Гүлнұр, қайдан? Қашан келіп қалдың? Қанша уақыттан бері отырсың? Мен де мүлде сезбеппін ғой, сенің артында отырғаныңды», деп қолдарын алжапқышына сүрте салып, мені бауырына басып құшақтап, бетінен сүйді. «Бір құрсақты жарып шыққан бауырың қашанда ыстық қой, шіркін». Кіші әпкеммен сол түні таңға дейін кірпік қақпай сырласып, ұзақ әңгімелестік. Сонда әпкемнің әңгімесінен өзінің қазіргі таңдағы тұрмысына мүлде көңілі толмайтынын, өткенге деген бір сағыныш бар екенін түсіндім. Әпкемнің үйінде 2 күн болып, ауылға үйге қайттым. Өз отбасым мектеп қабырғасында бой жеткен шағымда жігіт дегенмен сөйлесіп, ұнату, ғашықтық сезімдерін басынан өткеріп көрмеппін. Тек көршіміздің ұлы сыныптасын Қанатпен жақсы дос едік. Сол Қанат маған бірде: «Гүлнұр, сен қазаққа ұқсамайсың, француз ба бір еуропалық қыздарға ұқсайсың». Білмеген адам солай ойлайтын еді. «Ерекше сұлусың ғой», дегенде өз-өзімнен қысылып, ерекше бір күйге бөленген едім. Ой үстінде отырып, үйге де жетіп қалыппын. Үйдегілерге әпкелерімнің жағдайы жайлы ештеңе демедім. Ауылда 2 ай болып, Астанаға қайттым. Оқу басталарға аз ғана уақыт қалды. Соңғы курсқа дайындалуым қажет еді. Оның үстіне Айнұр да қайта-қайта хабарласып, туған күніне дейін келуімді өтінген еді. Тобындағы бірге оқитын достармен атап өтеміз. Сен міндетті түрде келші, деген соң ертерек келіп, туған күніне дайындалдық. Екеуміз бірге барып, күздік киім алдық. Мен ауылдан шыққаныммен қаланың қыздарынан кем киінбейтінмін. Жақсы киініп, өз-өзіме қарап жүргенді ұнататынмын. Сол кездері сән болып жатқандай, мен де шашымды бүйралатып, үнемі жайып жүретінмін. Классикалық үлгіде киінгенді жақсы көретінмін. Бойым аласалау болғандықтан, аяғыма үнемі биік өкшелі етік, туфли киіп жүрген едім. Түр, сымбатым көз тартарлықтай еді. Ауылдағы Қанат айтқандай, түрім еуропалықтарға келетін. Менің осы ерекше түр тұлғама күтпеген жерден өзімнен 3 жас кіші жігіттің ғашық боларын кім біліпті. Айнұр туған күнін 2 қабатты үлкен мейрамханада атап өтетін болды. Бірінші қабаты мейрамхана, екінші қабаты жастарға арналған түнгі клуб екен. Мейрамхана сағат түнгі 24:00-ге дейін істесе, клуб 24:00-ден бастап 5-ге дейін жұмыс жасайды екен. Айнұрдың тобындағы группаластары туған күнімен қатар студенттік өмірдің Золотая середина деген мерекесінде атап өтпекші болып, ортадан ақша жинап, барлығы ат салысты. Сөйтіп, ас мәзіріне тапсырыс беріп, мейрамханадан кейін клубқа көтеріліп, кешті жалғастырмақ болып келіскен екен. Содан кешке дайындалып, шашымызды дұрыстап, жаңадан сатып алған көйлектерімізді киіп, белгіленген уақытта кешке қарай мейрамханаға жиналып бастадық. Айнұр нағашыма ұқсаған қара торының реңді қызы болатын. Маған қарағанда мінезі ашық, орыс ағылшын тілдерінде еркін сөйлейтін. Астананың сылқым сұлу еді. Дос жараны көп болатын. Сол достары бар, тобындағы группаластары бар, кешке 25 адамдай жиналды. Кеш өте көңілді басталды. Мен өзімнен жас айырмашылықтары бар ортада шамалы қысылып отырдым. Мұңымды байқаған Айнұр: «Гүлко, өзіңді емін-еркін ұстасаңшы, неге үлкенмін дей бересің? Барлығымыз бірдейміз ғой. Сені менің әпкем деп ешкім ойламайды. Бүгін сондай сұлу болып кеттің. Достарым, әпкең Николь Кидманға ұқсайды екен, просто красавица деп тамсанып отырғанда», деп әзіл қалжың аралас көңілімді көтеріп қойды. Достары сөз сөйлеп, Айнұрға тілектерін айтып, кешіміз көңілді өтіп жатты. Бір кезде қолында үлкен қызыл раушанға толы себеті бар, ақ сары, жүзінен шуақ шашқан жымиғанда 2 бетінің шұңқыры пайда болатын, бойы ұзын, ірі денелі ақ костюм шалбар киген бір жігіт кіріп келді. Үстелдегі жігіттер оны көріп, өре түрегеліп: «О, талғин келді. Кешіккенің үшін айыпты болдың», деп қалжыңдап амандасып жатты.
Айнұрдың достарының ішіндегі бойы да ұзын, сымбаттысы да осы жігіт екен. Ол есіктен кіре бере-ақ оны көргенімде жүрегім бірден қатты дүрсілдей жөнелді. Әлгі талғин дегендері Айнұрдың туған күнмен құттықтап бетінен сүйді. Айнұр бұл жігітке орындық алдыртып, екеуміздің ортамызға жайғастырды. Талғат еңкейіп, жаныма отыра бергенде, ыстық демі желкемді шаршып өтіп, денем тоқ ұрғандай дір ете қалды. Өз-өзімнен ыңғайсызданып, бетім дуылдап, өзіме түсініксіз бір күй кештім. Талғат жайғасқан соң, барлығымен әзіл қалжыңа жарасып, әңгімесін айтып ортаға тез сіңісіп кетті. Бір кезде сөз кезегі маған тиіп, Айнұр мені барлығымен таныстырып өтті. Мен сіңілім әрі құрбымдай болған жанға өз жүрек жарды тілегімді айтып жатқанда, Талғаттың маған бұрыла отырып, мені мұқият тыңдап отырғанын байқадым. Көз қырыммен менің төр тұлғамды бастан аяқ қарап, бар іс қимылымды бақылап отырғандай көрінді. Оның бұл көз қарасынан мен одан әрі қысыла сөзімді әрең аяқтадым. Сөйтіп, ыстық тамақтан соң антракт болып, жастар кейбірі сыртқа шығып, кейбірі ортаға шығып билей бастады. Мен жуынатын бөлмеге барып, бетіне опамды жағып, шаштарымды дұрыстап, шығып келе жатқанымда, би залында баяу әуен ойнай бастады. Ішке кіріп, терезе алдындағы диванға жайғастып отырғаным сол еді. Қайдан келіп қалғанын білмеймін. Жаңағы Талғат қолын созып мені биге шақырды. Алақаны қандай ыстық еді. Белінен қапсыра құшақтап, кеудесіне тақағанда, тұла бойым шымырлап, жүрегім кеудемнен шығардай дүрсілдеп соға бастады. Талғат құлағыма сыбырлап, «Гүлнұр, сізді Айнұрдың әпкесі деп еш ойламаппын. Құрбысы боларсыз деп топшалап едім. Өйткені Айнұр екеуіңіз мүлде ұқсамайсыздар», деп жымиып күлгенде, мен де еріксіз күлдім. Бойым босаңсып, өзімді еркін сезіне бастадым. «Мен Айнұрдың туыс әпкесі болып келемін», деп екеуіміздің әңгімеміз жараса бастағанда, әуен де аяқталып, барлығы жиналып, қайта үстелге отырдық. Екінші отырыста Талғат екеуміздің әңгімеміз жарасып, өзімізді еркін сезіне бастадық. Мейрамхана уақыты аяқталғанда, жастар екінші қабатқа, клубқа көтерілді. Кеш әрі қарай жалғасын тапты. Сол жерде барлығымыз емін-еркін билеп, клуб жүргізушілерінің түрлі ойындарына қатысып, билеп, сағат тілі түнгі 3:00-ді соққанда, нағашымның осы уақытқа дейін ғана рұқсат бергені есімізге түсіп, үйге қайтуға жиналдық. Айнұрдың достарының біразы қайтатын болды, бір шамасы қалатын болды. Сөйтіп жиналып сыртқа шықтық. Талғаттың досы келіп, екеуі көлікпен бізді үйге дейін әкеліп тастады. Сол кештен кейін Талғат маған университетке жиі іздеп келетін болды. Ол жігіт менен 3 жас кіші еді. Алайда түріне, дене бітіне қарасаң, үлкен жігіт секілді көрінетін. Талғат Айнұрлармен бірге бір факультетте оқитын, жақсы араласатын достар екен. Астананың жергілікті жігіті, отбасында ең кенже ұл екен. Атанасы білім ордасында доктор, профессор. Екі ағасы мемлекеттің қызметте жоғары жақта істейтін шекпенділердің бірі екен. Бір әпкесі білім саласында қызмет істейтін көрінеді. Алайда Талғат бай әулеттімін деп көкірегін кермейтін, өзі сондай сыпайы, мінезі жұмсақ, үнемі күлімдеп жүретін жігіт еді. Уақыт өте келе мен оны ұната бастадым. Бойымда ғашықтық, ұнату, сүю деген сезімдер ойына бастаған болатын. Талғат мен үшін өзгеше жан секілді көрінетін. Әйел адамды құрметтеу, аялау, сыйлау дегенді жақсы білетін. Кездесуге келген сайын гүлін тәттісін алып келетін. Әйелдер мерекесінде маған қымбат бренд заттар сыйлайтын. Мейрамханаға жиі шақыратын. Осылай жүріп, екеуміздің көңіліміз жарасып, қыз-жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Жас айырмашылығымыз мүлде сезілмейтін. Мен университетті аяқтайтын уақытта, көктем шыға, ол мені үй ішімен, аға жеңгелерімен таныстырды.
Талғаттың үй іші мені жылы қабылдап, ата-анам, шыққан тегім, бауырларым жайлы барлығын сұрап, кеш аяқталған соң жылы қоштасып, Талғат мені үйге әкеліп тастады. Қоштасарда құшағына қатты қысып, құлағыма «Менің жарым болсаң, арманым болмас еді» дегенде, маған тұрмысқа ұсыныс жасап жатыр деп іштей қуанып кеттім. Мен де оны қатты құшақтап, бетінен сүйіп, «Сендей жарым болса, мен де бақыттымын» деп екеуміз ертең көріспейтін жандардай бір-бірімізді қимай-қимай қоштастық. Үйге кірген соң, аяғымның ұшымен өз бөлмемізге кіріп, Айнұрдың жанына жата қалдым. Сіңлім пысылдап ұйықтап жатыр. Ал мен өмірге риза болып, Талғат екеуміздің болашақ отбасылық өміріміз жайлы көз алдыма елестетіп, бақытты күндерімізді аңсап, армандап жатып, тәтті ұйқыға кеттім. Бірақ барлығы біз ойлағандай бола бермейді екен ғой. Сол түнгі армандарым көзімнен бол-бұл ұшты. Талғаттың ата-анасы мені жылы қабылдағанымен, Талғат маған үйленгісі келетінін айтқанда, үй іші маған үйленуіне түбегейлі қарсы болыпты. Мұны ертесінде Талғаттың анасымен кездесуге барғанда естіп, бақыт құсы басынан ұшып кеткендей күйде болдым. Ертесінде жексенбі болғандықтан барлығымыз үйде едік. Бір кезде телефон шырылдап, тұтқаны мен алдым. Сөйтсем, бұл Талғаттың анасы екен. Ол кісі телефон шалады деп еш ойламаппын. Анасы мені кездесуге шақырды. Бұл кездесуге Талғат екеуміздің үйленуіміз жайлы ақылдасу үшін шақырып жатқан болар деп қатты толқып кеттім. Сөйтіп, Айнұрға шет жағасын айтып едім. Айнұр: «Мә, Гүлкі, сен үшін өте қуаныштымын. Талғат керемет жігіт қой. Талғат универдегі талай қыздың арман еді. Саған бұйырыпты. Әрине, анасымен кездесіп сөйлесіп қайт. Талғат та бірге келетін шығар. Барып қайт. Мен мамаларға сені емтиханға дайындалуға құрбысына кетті деп айтамын», деп мені киіндіріп, бояндырып шығарып салды. Кездесуге Талғаттың анасы жалғыз келіпті. Қаладағы кішігірім тыныш бір мейрамханаға іштей болашақ енем деп қоямын. Кездесіп, шай алдырдық. Талғаттың анасы жер ортасы жастан асса да, реңін бермеген ажарлы әйел болатын. Салмақпен маған үнсіз біраз қарап отырды да сөзін бастады. «Гүлнұр қызым, сенмен сөйлесейін деп едім. Өзің ақылың бар қыз секілдісің ғой. Ұлымнан 3 жас үлкендігің де бар екен. Дипломды алып жатырсың, мамандығың құтты болсын. Соның жемісін көріп, қызмет сатысын қуалайтын уақытыңда тұрмысқа шығуға неге асықтың? Біздің Талғат әлі студент. Саған үйленген күнде де ол бізге сеніп, арқа сүйеп отыр. Ағаларына еркелеп өскен кенже ерке ұлымыз. Ол отбасылы болуға әлі дайын емес. Оныкі жай жастық, қызығушылық. Ертеңгі күні отбасы болған соң сен жұмыс істей алмайсың, балалы боласың, дипломың күйіп кетеді. Балалы болған соң бұлай әдемі киініп, боянып сыланып жүре алмайсың. Бала қарайсың, үй шаруасы бар. Талғат кенжеміз ретінде қолымызда қалатын бала болғандықтан бізге қызмет етесің. Қара шаңырақтың келімді кетімді қонағы көп болады. Сол кезде Талғат айналасындағы өзінен жаста сұлу қыздарға көзі түсе бастайды. Сол кезде қайтесің? Жаным, ақылымды алсаң, Талғатты ұмыт, жұмысқа тұр, магистратураға түс. Ақылды қызсың ғой. Оның үстіне сенің отбасың біздің отбасымызға тура келмейді. Өзің көргендей, үлкен ұлдың әйелі генералдың қызы. Арландай әйелі осы Алматыдағы атақты жазушының қызы. Ал сен кімсің? Сенің әке-шешең жай ауылдағы шаруа адамдары. Ертеңгі күні тойыңда ақ сен өз отбасынан ұялатын боласың. Абысындардың да сені менсінбейтін болады. Сол үшін қалқам, өзіңе тең жігітті ізде, деп әрбір айтқан сөзі мірдің оғындай жанымды бірнеше жерден жаралады. Мен отырған жерімде бір нүктеге қадалып, не айтарымды білмей отырып қалдым. Мұндай ой отбасым жайлы, теңсіздік жайлы мүлде ойыма келмепті. Кеудем намыстан өртене берді. Тілім байланып қалғандай.
Талғаттың анасына ләм-мим деп сөз қайтара алмадым. Анасы осыны айтты да: «Ұлым сені іздеуі мүмкін. Оған ешқандай үміт берме. Егер бізді тыңдамай, саған үйленер болса, екеуіңе ешқандай қолдау көрсетпейміз. Той, ақ көйлек, бақуат өмір жайлы армандаушы да болма. Талғат барға, тоқшылыққа үйренген бала. Біздер қолдау көрсетпесек, отбасылық өмірің алғашқы қиындықтарынан-ақ сынып кетеді. Ажырасып үйге қайта келеді. Мен өз баламды жақсы білемін. Сол үшін тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, ақылымды алсаң, жұмыс істеп, өз күшіңмен көтеріл. Біреудің дәулетіне қызықпа жаным. Қош сау болып тұр. Жігітті қой да, дипломыңды жақсылап қорғап шық», деді де, даяшыны шақырып, шай ақысын төледі де қоштасып шығып кетті. Мен сол отырған күйі үнсіз ғана сол орнымда бір шама уақыт отырдым. Бір кезде даяршы келіп, «Үстелді жинастыра берейін бе? Әлде және тапсырыс бересіз бе?» дегенде ғана есімді жинадым. Сөйтіп даяршыға қарап, «Тең-теңімен, тезек қабымен» деппін. Сөйтіп едім, ол көзі алақандай болып, «Мен сізді түсінбедім» деп бетіме қарап қалыпты. Мен ыңғайсызданып қалдым. Ойымдағы сөз аузымнан шығып кетіпті. Содан орнымнан тұрдым да, «Мән бермеңіз, жай аузымнан шығып кетті, сау болыңыз» деп мейрамханағадан шығып кеттім. Сыртқа шықсам, көктемнің ызғарлы қара суығы ұрып тұр екен. Мейрамхананы жағалап жүріп келем. Астананың ызғарлы суығы жаңағы Талғаттың анасының сөздерінің қасында түк те емес еді. Саусақтарым суықтан қарысып қалса да, түк сезбедім. 2 ай алдама жаяу жүріп, бір кезде жол жиегінен такси ұстадым. Үйге жеткен соң есікті Айнұр ашты. Мені тағатсыздана күтіп отырғанға ұқсайды. Нағашы көкемдер бір досына қонаққа кетіпті. Үйде Айнұр жалғыз өзі ғана екен. Мен есіктен кіре сала: «Кездесу қалай өтті? Талғат та келді ме? Қашан үйленетін болдыңдар?» деп мені сұрақтың астына алып жатыр. Мен үнсіз ғана бөлмеге кіріп, киімімді ауыстыра бастадым. Айнұр маған сұраулы жүзбен қарап тұр. Бір кезде отыра қалып жылап жібердім. Айнұр жаныма жетіп келіп, «Гүлкө, не болды? Айтсаңшы, неге жылайсың?» деп құшақтай алды. Мен жылап отырып, Талғаттың анасының айтқан сөздерінің барлығын Айнұрға айтып бердім. Айнұр таң қалды. Сөйтіп, «Гүлкө, мен Талғатпен сөйлесемін. Анасының мұнысы несі?» деп ашуланып жатыр еді. Мен: «Айнұр, Талғатпен сөйлесудің қажеті жоқ. Ендігі мені іздесе жоқ деп айт. Осымен барлығы бітті. Бұл тақырыпты ендігі қозғамайықшы», дедім де, денем қалшылдап барады деп жатып қалдым. Суық өтіп кетті ме, сол күннен кейін қатты ауырып қалдым. Қызуым көтеріліп, 3 күннен кейін есімді жиып орнынан тұрып, диплом қорғауға дайындала бастадым. Талғат үйге қоңырау шалып, мені іздей бастады. Шамасы, анасы екеуміздің кездесуіміз жайлы оған айтпаған секілді. Талғат мұнына хабарсыз болып, ештеме түсінбей, университетке дейін іздеп келді. Алайда мен онымен кездесуден бас тартып, сөйлеспей қойдым. Одан қашқақтай бастадым. Сөйтіп едім, ол Айнұрдан менің неге бұлай етіп жүргенімді сұрапты. Айнұр бастапқыда ештеме білмегенсіп жүргенмен, кейін Талғат сұрап болмаған соң, Айнұр бар шындықты жайып салыпты. Анасының сөздерінде айтып беріпті. Талғат мен ойлағандай одан мүлде хабарсыз екен. Дегенмен Айнұрға: «Үйдегілер қарсы болса да, мен Гүлнұрды сүйемін. Жас айырмашылығымызда үйдегілерде ешкім бізге кедергі бола алмайды» деп айтыпты. Мұны естігенде жүрек түкпірінде бір үміт оты жарқ ете қалғандай болды. Бірақ анасының сөзі есіме түсіп, көңілім су сепкендей басылып қалды. Күн жылынып, жайма-шуақ жаз келіп, диплом қорғайтын уақытта ауылдан атанам келді. Сөйтіп, жоғары оқу орнын аяқтап, қолыма дипломымды алдым. Атанам менің оқуды бітіргеніме қатты қуанды. Әкем осындағы баяғыда бірге қызмет істеген досымен кездесіп, мені сол кісінің ұлының жеке фирмасына жұмысқа орналастыратын болды. Сөйтіп, құжаттарымды реттеп, 2 айдан бір қызметкердің орнына сол фирмаға жұмысқа тұратын болып келісіп,
ата-анаммен бірге ауылға кетіп қалдым. Әкем 2 ай ауылда демалып қайтасың, миың тынықсын деп алып кетті. Мен де осы аралықта Талғатты ұмытайын, жаңа өмір бастаймын деп шештім. Менің кеткеннен кейін ол да мені іздеуін доғарып, үмітін үзетін шығар деп ойладым. Сөйтсем, оның қамқор ата-анасы Талғаттың Мәскеу қаласының жоғары оқу орындарының біріне ауыстырып, Мәскеу оқу орнының дипломын алсын деп жиендеріне қосып, сонда жіберіпті. Мұны маған Айнұр айтқанда, махаббатымның соңғы нүктесі қойылғанын ұқтым. Сонда да бақыттың кілті еркекте емес, керісінше, жігіттер бақыттың кілтін менен іздесін, қол жетпес арман болайын. Талғаттың анасы айтқандай, оқуымды жалғастырып, карьера жасайын деп магистратураға оқуға түсуге шешім қабылдадым. Ауылда 1 ай демалып, Астанаға қайта келдім. Өйткені магистратураға құжат тапсырып, емтихандарға дайындалуым керек еді. Ата-анам мұныма қарсы болмады. Барынша қолдау көрсетуге тырысты. Әкем жұмыс жағын және де сөйлесіп, жарты ставкаға жұмыс істейтін болдым. Жұмысты ең төменнен сату маманы болып бастадым. Талғатты жүрегімнен сызып тастадым. Онымен барлық байланысымды үздім. Тек жұмысқа дейін қойдым. Күзге қарай сабағым басталып, түске дейін жұмыста, түстен кейін білімімді алуға кірістім. Астанаға қылышын сүйретіп қыста келді. Жұмыс, сабақ деп жүріп, уақыт зымырап өтіп жатты. Талғат нағашымның үйіне қоңырау шалып, мені сұрайтын. Бастапқыда мені жоқ деп айта салыңыздаршы дейтінмін. Нағашы жеңгем менің сәтсіз аяқталған махаббатымнан хабары бар еді. Ол кісі барлығына түсіністікпен қарап, жаным, әлі жассың ғой, сен ешкіммен де кем емессің. Атанаң да адал, еңбекқор керемет жандар. Осы себепті басыңды тік ұста, оқуыңды, жарқын болашағыңды ойла, деп маған ақыл кеңесін айтып, көп қолдау көрсете білді. Өйткені мен қалаға келіп жүгенсіз кеткен қыздардан емес едім. Нағашыларым менің бір ерсі қылығымды көрген емес еді. Әкемнің үмітін ақтаймын, ұятқа қалдырмаймын деп бар ықыласыммен тек оқуға ден қойдым. Талғат сол студенттік өмірімнің жарқын бір бөлігі еді. Кейін Айнұрға, енді Талғат қоңырау шалып мені сұрайтын болса, ол ауылына тұрмысқа шығып кетті деп айта салшы, дедім. Сөйтіп, Талғаттың үмітін мүлде сөндіріп тастағандай болдым. Бұл іштей маған ауыр болғанымен осылай жасауға мәжбүр болдым. Содан кейін Талғат мүлде хабарласпай, сол кеткеннен мол кетті. Солай дегеніммен Талғатты іштей қимайтынмын. Кейде қатты жалғызсырап, оны сағынатынмын. Сондай кездері оны ұмыту үшін анасының сөздерін есіме алатынмын. Анасының сөздері есіме түссе болды, кеудемді ашу-ыза кернейтін. Осылай санамды ойлардың сан рет арпалысқан кездері болды. Уақыт өте келе, оны да ақырындап ұмыта бастадым. Күндіз жұмыста, түстен кейін сабағыма барып жүрдім. Талғатты ұмыту үшін бар жігерімді салып жұмыс істеп, басшылықтың көзіне түсіп, көңілдерінен шыға бастадым. Осылай сату маманынан менеджерге дейін көтерілдім. Табысымды арта бастады. Бизнестің қыр-сырын жетік меңгере бастадым. Магистратураны аяқтағаннан кейін жұмыс орнында бір бөлімінің басшысы болып тағайындалдым. Шетелге іс сапарға шығып, жер көріп, ел көре бастадым. Дүние тамымым кеңейіп, бойымда баяғы ауылдың қызынан ештеңе де қалмады. Нағыз іскер ханымға айналдым. Осы кезде әріптес, дос-жаран арасынан маған көз салып, сөз салған жігіттер де болды. Алайда ешқайсысы көңіліме жақпады. Сөз салған жігіттерге кекетіп, мысқылдап жауап беріп, артымнан жүгіртіп, кейбірін үміттендіріп қойып, кейін жоқ деп жауап беретінмін. Осылай жүргенімде жасым да ұлғайып, 25-тен қоштасып, 26-ға қараған шағымда анам хабарласқан сайын, «Қызым-ау, қашан тұрмыс құрасың? Жасың өтіп барады. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан», дегендей сөз салған жігіттердің барлығының бетін қайтара бермей, «Сөйлесіп көрсеңші, кейін өз теңіңді кездестіру қиын болады», деп айтатын болды. Содан ата-анамның сөздері әсер етті ме, өзім де ойлана келе,
Енді сөз салған жігітпен сөйлесіп көрейінші, деп шештім. Осылай жүргенімде өзіммен көптен бері бірге жұмыс істейтін Ғалымжан деген жігіт болатын. Бойы ұзын, кең иықты, жауырыны қақпақтай, баяғының батырларына ұқсайтын, бидай өңді, сымбатты жігіт болатын. Жұмыстағы көп қыз, келіншектер Ғалым жандарында келе қалса, соған қылмыңдап тұратын. Сол Ғалым жаңа әріптестермен атап өтіп жатқан жаңа жыл кешінде мені көптен бері ұнататындығын айтып көңілін білдіріп еді. Мен одан мұндай қадамды күтпеген едім. Өйткені бұрын-соңды оның тарапынан маған деген қызығушылығын, сезім, әрекет көз қарасын байқамаған едім. Ғалым тауар жіберетін бөлімде складта жұмыс істейтін. Мен үшін жұмыстағы әріптестердің бірі ғана, көрген жерде сәлеміміз түзу. Осы кеште бұрын байқамаған екенмін. Онымен бетпе-бет келгенде оның жүзінен Талғатқа ұқсастығын байқадым. Жымиып күлгенде бетіне пайда болатын шұқыршығы, қоңыр көздері, аққұба өңі, тіпті шашының түсі де Талғаттікіндей қоңырқай жылтырап тұратын. Жаман жігіт емес секілді көрініп, онымен сөйлесіп көруге бел будым. Жұмысқа тұрғалы осы жылғы жаңа жыл менің алдағы өміріме үлкен өзгеріс әкелетіндей бір жақсылықты көңілім сезгендей болды. Осы жылғы кештен үйге көңілді оралдым. Сол кештен кейін Ғалым екеуміздің жұмыстағы қарым-қатынасымыз өзгере бастады. Екеуміз түскі асқа бірге баратын болдық. Сәйкестік пе, әлде жүрегіміз қалап тұрады ма, әйтеуір екеуміз кешке жұмыстан бірге шығып қаламыз. Ол пәтер жалдап жалғыз тұрады. Екеуміз кешкі астананы қыдырып, кешкі ас ішіп, көңіл жарастыра бастадық. Оның ата-анасы Астананың маңындағы бір ауылда тұрады екен. Қолдарында інісі мен келіндері бар. Әпкесі басқа қалаға тұрмысқа шыққан. Ол да отбасылы, қарапайым адамдар екен. Осы жерде санама сіңіп қалған Талғаттың анасының сөзі есіме түсті. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей. Менің отбасыма тең екен ғой деп ойладым. Өзім жоғары білімді, іскер адам болса да, өз-өзімді неге бұлай бағалайтынымды білмеймін. Сырттай өз-өзіме сенімді көрінгеніммен іштей осылай ойлайды екенмін. Содан екеуміз жақын танысып, сырласып сөйлесе бастадық. Ғалымнан неге осы уақытқа дейін үйленбегенсің деп сұрасам, жасыратыны жоқ, ұнатқан адамым болды. Онымен азаматтық некеде біраз уақыт бірге тұрдық. Алайда үйленеміз бе деп жүргенімізде ол мансап қуып басқа жаққа кетіп қалды деп өткен өмірі жайлы көп айтқысы келмеді. Мен де ары қарай қозғалай беруді жөн көрмедім. Содан екеуміз бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, көктем айында отбасын құруға бел байладық. Ата-анам ауылдан жөн жоралғысын жасап, үйден ұзатып салды. Ғалымның үйіне келіп, келін болып түскеннен кейін, бір айдан кейін Астанаға Ғалымның жалдамалы пәтеріне келіп тұра бастадық. Таңертең жұмысқа бірге барамыз, кешке бірге қайтамыз. Отбасылық өміріміз бір сарынмен жүріп жаттық. Көп ұзамай менің аяғым ауырлады. Мұныма күйеуім қатты қуанды. Ауылдан ата-анем де жиі келіп тұратын. Содан мен декреттік демалысқа шығып, үйде отырдым. Босануға керек жарағымды алып, дайындалып жүрген болатынмын. Бір күні үйге аяқ астынан ненем келіп қалды. Түнде ыңғайсыз жатып, айы күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындап, түнімен ұйықтай алмай, сол күні ұйықтап қалыппын. Ғалым таңертең өзі тұрып, таңғы асын ішіп, ас бөлмені жинамай, асығып жұмысқа шығып кеткен-ау. Үстелдің үсті шашылып жатыр екен. Есікті ашып, енемді қарсы алған соң, қонақ бөлмеге өте беріңіз дедім де, жуынатын бөлмеге кіріп кеттім. Беті қолымды жуып шықсам, енем ас үйде үстелдің үстін жинап жатыр екен. Мен кіре сала, «Мама, сіз отыра беріңіз, қазір өзім жинап шай қоямын», деп едім. Енем жақтырмаған сыңаймен маған қарап, «Түске дейін ұйықтап жатырсың ба? Айналайын. Ғалымға таң ас бермегенсің бе өзі? Әлде аш кетті ме жұмысқа?» деді. Босанатын уақытын жақындаған сайын түнде ұйықтай алмай жүрмін. Таңға жуық ұйықтап кетіппін. Өзі шай ішіп кетіпті, деп едім. Енем бір күрсініп алды да, «Мен 3 перзент әкелдім өмірге. Аяғым ауыр болғанда да, таңертең ерте тұрып папаңа таңғы асын беріп, оны ешқашан аш құрсақ жұмысқа жіберген емеспін.
Аяғың ауыр, сен ғана емессің ғой, ертең бала тусаң мүлде жататын шығарсың дегенде, мен сөзден тосылып не айтарымды да білмей қалдым. Сол күннен бастап енем екеуміздің сөзіміз жараспайтын болды. Одан қалса енем ғалымға да мені әйелің жатаған жалқау, олақ, салақ, баяғы жадыра жақсы еді, үй тіршілігіне де пысық, тірлігі де шапшаң еді, деп мені ғалымның азаматтық некедегі әйелмен салыстырып, құлағын бұрай береді екен. Мұны мен босанғаннан кейін түсіндім. Айы күнім жетіп, 12 сағат толғатып, қатты қиналдым. Сонда енем, кәрі қыз болған соң туалмай жатыр, деп және айтыпты. Сөйтіп, сәбиім ірі болған соң, оның үстіне қан қысымым көтеріліп кетіп, мені дәрігерлер кесір тілігімен босандырып алды. Өмірге балпанақтай қыз баланы әкелдім. Наркоздан есімді әрең жиып, сәбиімді іздедім. Жансақтау бөлмесіндегі медбике: Гүлнұр ханым, уайымдамаңыз, қызыңыз балалар бөлімінде, палатаға шыққан соң жаныңызға әкеліп береді, деген соң жүрегім орнына түсті. Сөйтіп, әбден кеш болғанда палатаға шығып, сәбиімді қолыма алдым. Жанарыма жас үйіріліп, аналық сезімім оянды. Ғалым хабарласып, қал жағдайымды біліп, төмен жатқан сәбидің жаялықтары мен ыстық тамақ беріп жіберіпті. Сөйтіп, жағдайымыз дұрысталған соң ауруханадан шықтық. Ауылдан ата-анам, әпкелерім мен жеңгелерім келіп, бір қауым ел болып шығарып алды. Енемдер үйде ет асып, дастархан жайып қойыпты. Анамдар бір күн қонып ертесіне қайтатын болды. Екінші әпкем жанымда біраз болайын деп еді, енем өзім қараймын, қырқынан шығарамын, уайымдамаңыздар деген соң ол да қайтып кетті. Сөйтіп, енем біздікінде қалды. Қырқымнан шығуға көмектесемін деген енем, бала қарауды ұмытып қалыппын. Нәзипаш босанған соң өз баласын өзі шомылдырып, өзі қарады, деп енем мені емес, мен енемді күттім. Жеңгелерім мен әпкелеріммен хабарласа отырып, мамамнан бар ақылын сұрап, қызымды кіндігі түскен соң өзім шомылдырып, өзім қарадым. Ғалым ерте кетіп кеш келеді. Үйде енем екеуміз ғана боламыз. Ол кісі маған өйтесің дегеннен басқа не балаға қарап жартпады, не маған дұрыс дем алып, күтінуіме мүмкіндік бермеді. Бөлмеме кіріп, бала емізіп жатып ұйықтап кетемін. Сондай кезде: Гүлнұр, шықсаңшы, шай ішейік, деп есігімді тақылдатып, оятып алатын. Содан бір күні ыстығым көтеріліп, қатты ауырып қалдым. Таңертең басымды көтере алмай, әзер тұрдым. Төсектің жанындағы сөреден дәрі алып ішейін десем, су жоқ екен. Содан әзер тұрып есікті жақындағанда, күрбелесіп сөйлесіп жатқан енем мен күйеуімнің даусын естіп қалдым. Сөйтсем енем: Сенің қатының ғана ма бала туған? Ана келін Назипаш туа салып баланы да қарап, үйдің тіршілігінде жасап жүрді ғой. Өлген жоқ, сенің қатының жалқау, бос, деген секілді әңгімелер айтып жатыр екен. Ал күйеуім болса: Мама қойыңызшы, кеше ғана ғой босанғаны, есін жиып алсын да, деп жауап қайтарған еді. Енем: Баланы жастан, қатынды бастан деген. Отыр енді, таңғы асыңды өзің жасап ішіп, ыдыс жуып, қатын не керек, олай болса, деп жатыр еді. Менің шыдамымның шегі үзілді. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Бөлмеден атып шығып: Мама, болды, жетер енді. Ұлыңызды неге маған қарай айдап отырсыз? Неге бізді отбасылық өмірімізге араласа бересіз? Маған көмектеспесеңіз де тыныштық беріңіз, деп айқайлап жібердім. Енем: Әй келін, сен орныңды біл, сен кімсің маған айқайлайтын? Мені қуып жатырсың ба? Деп түрі түтігіп кетті. Осы кезде ғалым ұшып тұрып, күтпеген жерден жұдырықпен бір ұрғанда, мен анадай жерге ұшып түсіп, есімді жоғалттым. Содан көзім көгеріп, 39-40 градус температурамен жедел жәрдем келіп, көмек көрсетіп, ыстығымды түскен соң есімді жинап алдым. Сөйтсем енем мен жолдасым мені басы айналып құлап, бетін соғып алды депті. Мен үндемедім, ләм-мим деп үн қатпадым. Барлығын ішке жұттым. Жолдасым аяқ жағымда кешірім сұрап, жалынып жалпайып отыр. Енем болса қызымды алып, қонақ бөлмеде отыр екен. Сол күні орнымнан тұрмадым. Жүрегім қысылып, үнсіз қыстыға жыладым. Бір кезде енем кіріп, қызымды жаныма жатқызып: Гүлнұр, баланың қарны ашты,
емізесің ғой деймін. Мен жиналып қойдым. Ғалым автопакетке шығарып салады. Ауылға қайтамын, деп еді. Мен үндемедім. Қызыма омырауымды беріп жата бердім. Бір кезде сыртқы есік сырт етіп жабылды. Енем мен ғалым шығып кеткен соң, мен дереу орнымнан тұрдым да, өзіме қажетті құжаттарым мен қызымның жайлықтарын алдым да, нағашымның үйіне кетіп қалдым. Сөйтіп, сол кеткеннен бір жолата ажырасып кеттім. Отбасылық өмірге қадам басқаным кеше ғана болғаны мен аз ғана уақыттың ішінде жалғыз басты ана статусына ие болдым. Дегенмен, өткеніме ешқандай өкінішім жоқ. Өйткені мен үшін бақыттың кілті еркекте емес. Менің ұстанымым бойынша бақыт әр адамның өз бойында, өз ойында, өмірлік ұстанымдарында. Тағдыр деп, тағдырды да кінәлауға болмайды. Өйткені тағдырың өз қолыңда. Дегендей, тағдырдың көлеңкелі тұстарынан күн сәулесіне қарай өзіміз жол таба аламыз. Бастысы денсаулық пен жанымыз тыныштығы болсын. Жаның тыныш болса, миың да тыныш. Ми тыныш болса, жұмысың да берекелі. Еңбегің берекелі болып жатса, әйел ауқатың да, тұрмысың да жақсы болады. Өмір бір-ақ рет беріледі. Бақытың өз қолыңда. Осымен әңгіменің соңы. Назар салып тыңдағандарыңызға мыңда бір рахмет. Арнаға жазылып, мені қолдай кетіңіздер. Және де қызықты әңгімелерді осы менің Тағдыр жолы атты каналымнан тыңдай аласыздар.